Ассалаумағалейкум, құрметті менің оқырмандарым. Сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен май қамыр, нан салма деп жатады кей жерлерде. Осы тамақты жасап көргім келді. Өте дәмді шығады ғой. Сондықтан жасап көріңіздер. Бізге қажетті заттар: ет, картоп, сәбіз, пияз және бұрыш. Үйде бар заттар ғой. Мен осылай сиыр етін қолдандым. Ұзыншалап, осылай тура баламын. Ең бастысы етті жұмсартып, жақсылап қуырып, жақсылап қайнатсаңыздар, бұл тамақ өте дәмді шығады. Сондықтан мен айтқаным бойынша істеңіздер. Етті турап болдым. Енді пиязды ортасынан бөліп, ұзыншалап осылай турап аламыз. Картопты да ұзыншалап тураймын. Міне, көрсетіп жіберейін сіздерге. Осылай қылып турап алыңыздар. Енді сәбізімізді жұқалап бөлдім және осылай бөліктерге бөлдім. Үш бұрышты болып бөлінді. Кішкене әдемі көрінеді тамақтың ішінде. Сол себепті осылай турадым. Міне, бұрыштарым менде қатырылған бұрыштар. Тоңазытқышта егер свежий түрі болса, қолданыңыздар. Әдемі болады. Енді майымызды жақсылап қыздырып, етімізді салып қуыратын боламын. Етті жақсылап қуырыңыздар. Етті қуырып жатқан кезде өздеріңіз байқайсыздар, суы шығады. Осы суы тартылғанша, мына су тартылғанша қуырыңыздар. Міне, суы толықтай тартылды. Енді пиязымды салып, жақсылап қуыратын болам. Пиязды салған кезде өздеріңіз байқайсыздар, пияздың да кішкене сөлі бөлініп қуырылады. Соның бәрі тартылғанша қуырыңыздар, міне жұмсарғанша. Одан кейін сәбізімізді салып қуырамыз да, тұзымызды саламыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша тұз салсаңыздар болады. Және зира қостым, кептірілген сарымсақ қостым, чеснок деп атамыз. Егер сізде свежий болса, соны қосыңыздар. Және бұрыштарымды қосып, жақсылап араластырып қуырамын да, толықтай қуырылып біткеннен кейін ыстық су құятын боламыз. Суық су құйып жібермеңіздер, еттеріңіз қатты болып қалады. Міне, осыншалықты су жетеді. Мен құрамына жазып кетем міндетті түрде. Осылай қайнатасыздар. Міне, баяу отта 1 сағаттай қайнатасыздар. Еті бәрі толықтай жұмсару керек. Қамырымыз дейміз. Қамыр үшін бізге ұн, жылы су, тұз қажет болады. Қаттылау қамыр елестер және оны салафан ішіне салып, тындырып, қайта-қайта иілеп жаятын боласыздар. Сонда қамырларыңыз езілмей әдемі болып шығады. Қазір сіздерге көрсетейін. Осылай суды жайлап құясыздар ғой, бірден құйып жүрмеңіздер қамырды илеп атқан кезде. Міне, осындай қамыр шықты. Осыны енді тындырып, 1-2 қайтарып арасында илеп қоясыздар. 10-15 минут сайын тындырып. Енді етім менің толықтай пісті, 1,5 сағаттай қайнады. Енді еттің пісуіне байланысты ғой. Одан кейін картопымды саламын да, енді картопым піскенше қайнататын боламын. Оғанға дейін қамырымызды жайып қояйық. Қамырды жайып, ыстық суға салып аласыздар да, жаңа бетіне подливын құйып ұсынасыздар. Енді дәмі керемет болып шығады ғой. Сондықтан жасап көріңіздер. Қамырды жайған кезде ортасын баспай, екі шетінен салмақ түсірмей, бір келкі қып жаятын боламыз. Өте де қамырларыңыз жұқа болмау керек, өте де қалың болмау керек, орташа болады. Енді осы қамырды мен сіздерге қалай кесетінімді көрсетіп жіберейін. Осылай бөліктерге бөлеміз да, ортасынан бөліп, бір шетінен бастап, міне ұзыншалап, кеспе құсатып, осылай кесіп шығам. Өте жіңішке де емес, өте үлкен де емес, орташа. Қазір мен сіздерге жақындатып көрсетейін. Міне, қараңыздаршы. Керемет. Көрдіңіздер ме? Жабыспайды. Өйткені қамыр қатты иленген. Және жайған кезде де ұнды көп қажет етпейді. Қайнап тұрған суымызға осы кеспелеріміз салып алатын боламыз. Мен кейде кеспелерді жайып қатырып қоям. Міне, алдыңғы кеспелерім өздеріңіз көріп тұрсыздар. Сап-сары болып тұр. Оған жұмыртқа қосылған. Жұмыртқа қосып та елесеңіздер болады. Егер үйлеріңізде бар болса, жұмыртқа қоспасаңыздар да қаттығы билесеңіздер, қамырларыңыз әдемі болып шығады. Енді картопым пісті. Оған аскөк салып жердім. Енді қамырдың бетіне бірінші мына майымен үстіп майлап жеріңіздер, сонда қамырларыңыз жабыспайды. Бетіне міне подливымызды құйып, әдемілеп
ұсыныңыздар. Керемет болып шықты. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы. Астарыңыз дәмді болсын.